Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен пиццаға арналған соустан дейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып боламын. Алдымен қызанағымызды осылай тазалап алатын боламыз. Аяқ жағын и бас жағынан пышақпен біраз кесетін боламыз. Кесіп болғаннан кейін ыдысымызға салып, үстінен қайнаған су құятын боламыз. 15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей 15 минут менде өтті. Енді сырты бізде өте оңай ашылатын болады. Осылайна сыртын ашып алатын боламыз. Сыртын ашып алғаннан кейін осылайна ұсақтап тұрап, блендерге салып езетін боламыз. Ыдысымызға зәйтүн майымызды құйып қыздыратын боламыз. Қызып болғаннан кейін үстіне туралған чесногымызды саламыз. 1-2 минут қуырамыз. 1-2 минут қуырылғаннан кейін үстіне 1 чай қасық паприкамызды саламыз. Блендерден өткізген қызанағымызды бірден құятын боламыз. Орегано приправасын салатын боламыз. Орегано приправасы міндетті түрде қажет. Осы соусқа дәм беретін бізде орегано приправасы. Дәміне қарай жарты чай қасық тұз салатын боламыз. Тұз салып болғаннан кейін 1-2 минут пісіретін боламыз. Біздің соусымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.